Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Биыл 70-тің желкенін көрген көмір өнеркәсібі ардагерінің бірі Аманжол Халимоллаұлы Нұрғалиев еңбек өтілінің 32 жылын Богатырь көмір компаниясында өткізді. Еліміздің батысында дүниеге келгенімен өмір ағынымен 1985 жылы Екібастұзға қоныс аударған. 85 жылы кетіп қалдым, осында келдім, осында тұрып жатырмын. 85-тен бастап Богатырьға орналастым, Богатырь бұл несіне, организацияға. Содан істеп келдім, 15 жыл, 16 жыл істеп, сосын Богатырь разделениене ауысып кеттім. Дорожный мастер болып. Мен бастағанда келдіге ППТ-дің бастығы Богомяков болды. Ол кісі келдім, қағазымды бердім, заявление. Ол кісі қол қойды, істеуге жіберді. Содан 3 жылдай путеист болып істедім. Содан путеист болып, сол нелерді жол өңдеуде жүрдік. Содан 4-ші жылға кеткенде маған бригадирлікке қойды. Аманжол Халимоллаұлының бастапқы мамандығы көлік жүргізушісі болғанымен нәпақаны теміржол жүргізушісі болып тапқан. Сондықтан 43 жасында колледжге оқуға түсіп, теміржолшы атануға тура келді. Сонымен бірге өзі қол астында істеген басшыларын үлкен ризашылықпен еске алады. Богомяков деген кісі болды, үлкен кісі болды дейді. Ақылын айтты, бәрін өзі үйретеді. Анаға қалай жағдай, мынау қалай, әлгі не деді, снеге бар ба, не деді, өзі келіп, тексеріп, қарап кетеді. Шыққанда кінә жоқ па, жоқ. Не жоқ, путтар дұрыс па деп айтады бізге. Қарап содан авторитет болар, әйтеуір неге көтерді мені. Мастерға қойып 5 жылдан кейін. Ол кісіден кейін сосын кім Ерескі деген кісі келді. Ерескі Леонид Сергеевич деген. Ол кісі жақсы кісі, адамгершілігі мол. Содан кейін кім келді? Колесник деген. Қазір ол да кісі пенсияға шықты қазір деген. Сол кісілермен істедім. Ешқандай жұмыста ешқандай нем жоқ, кінәм жоқ, болған да жоқ. 11-ші жылы неге ауысып кеттім Богатырьский разрезге. Анда крановая работа. Путьты аламыз, ескірген. Жаңасын саламыз, ескіні аударып аттарып кетеміз, неге ремонтқа. Ешқандай бастықтарда неден жаман сөз естіген жоқпын, ешқандай естіген жоқпын. Соған өзім ризамын. Это наша с тобой биография.